Сәлем достар, менің есімім Серік. Бұл видеода сіздерге жалпы бизнес қазіргі кәсіпкерлердің қателіктері туралы болады. Қазіргі кезде қателіктері, мысалға бір жерден бутик ашады, сол жерге барады да отырады. Былай айтқанда ешқандай жарнама жоқ, ешқандай маркетинг жоқ. Бұрынғы кезде болатын, әрине кез келген сатушыға қаншама алушы болатын. Мысалға қырылып алатын да келген кезде. Қазір олай емес, керісінше бір алушыға неше сатушы бар. Конкуренттер арасында сіз уже ерекшеленуіңіз керек, нақты бір өзіңіздің фишкаңыз болу керек. Сондықтан қазіргі заманда маркетинг саласын қолдану керек. Қазіргі кезде көптеген әлеуметтік желілер бар, басқа да желілер бар, адамдар көп отыратын. Сол жерлерге мысалға жарнама беру керексіздер. Көптеген құралдар бар қазіргі заманда, бұрынғы кезде жоқ құралдар. Қазір былай айтқанда көп адамға көрсету оңай болып кетті. Сол оңай жолдарды тек қана құралдарды меңгеріп, солар арқылы жарнама жасап, мысалы тауарыңыз бола ма, қызметіңіз бола ма, өндірісіңіз бола ма, өзіңіз туралы Инстаграмға, ең жақсысы осындай ютубқа сондай канал ашып, шығарып, қазіргі заман техникасын қолдану керек. Сондықтан айтарымыз, кәсіпкерлердің қателіктері көп адамға көрсете алмайды, және маркетинг құралдарын қолданбайды. Сол құралдарды қолдансаңыз, қазіргі табыстарыңызды мысалға 2 есе өсіруге болады. 2 есе өсіретін мүмкіншіліктер бар. Сондықтан келесі видеода бізде бизнесмен кәсіп бастаушыларға жалпы керекті 5 құралды айтып кетеміз. Қалай осы әлеуметтік желілерде өзіңізде бренд болатын 5 құрал туралы айтып кетеміз. Әзірше осы біздің каналға тіркеліп алыңыздар. Өте көптеген ақпараттар беріп отырамыз. Тегін, сондықтан достарыңызбен бөлісіңіз, өзіңізге осы видеоны сақтап қойыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментария басып жазып отырыңыздар. Мүмкін өзіңіздің көкейіңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, комментария жаза кетіңіздер. Сол жерден сіздерге жауап беретін боламын міндетті түрде.